Массаж француз сөзінен шыққан ысқылау деген мағынаны білдіреді. Оның түпкі тамырын араб тілінен алған. Арабша масс жақындау, сипалау деген мағынаны білдіреді екен. Массаж дегеннің өзі адам денесіне мөлшермен берілетін механикалық тітіркендіру. Ол массажистің қолмен немесе арнайы аппаратпен орындалады. Осындай тітіркендіруге ішкі ағзалар, мүшелер қарап қалмай, өз қызметтерін өзгертіп, массажға қарсы жауабын береді. Массаждың әсері өте тереңде жатыр. Ол жүйкелі рефлекторлы, гуморальды және механикалық ықпал жасау. Массаж ағзаны сауықтыратын ежелгі тәжірибелердің бірі. Проблемалық жерге массаж арқылы әсер ету бұлшықеттердің ауырғанын кетіріп қана қоймайды, сондай-ақ басқа да мәселелерді шешуге көмектеседі. Дұрыс массаждың әсерлері әртүрлі, сондықтан қалаған нәтижеге жету үшін дұрыс техника таңдау маңызды. Массаж ағзаға қоректік әсер береді. Массаж сеансы кезінде лимфа, ұлпаралық сұйықтық және қан ағыны жақсарады. Ал тіндер көбірек оттек, микроэлементтер мен дәрумендер алады. Нәтижесінде бұлшықеттер қалпына келіп, олардың жұмысқа қабілеттігі жақсарады. Массаж кезінде зат алмасу күшейеді де, әсер еткен жерде терінің тыныс алуы жақсарады. Массаж адамға сергітуші әсер бере алады. Процедура кезінде сіңірлердің, бұлшықеттердің және байламдардың рецепторларынан миға жүйке импульстарының ағымы артады. Бұл мидың торлы формациясының белсендірілуіне әкеледі, яғни адамға сергітуші әсер береді. Сергітуші әсерді арттыру үшін массажды аз уақыт және жылдам қарқынды жасайды. Ағзаны сергіту үшін мына массаждық әдістер қолданылады: терең илеу, ұрғылау, қаққылау. Шамадан тыс жүйке бұлшықет және психологиялық кернеуді азайту үшін массаждың тыныштандыратын әсері қолданылады. Тыныштандыратын әсер бүкіл денені ырғақты және ұзақ сипалау арқылы беріледі. Тыныштандыратын әсер эндорфиндердің бөлінуімен және орталық жүйке жүйесінде тежелу процесінің дамуымен түсіндіріледі. Массажды баяу, қарқынды ұзақ жасаса, оның тыныштандыратын әсері арта түседі екен. Егер қаражатыңызды үнемдегіңіз келсе, массаж жасату үшін арнайы жерлерге барудың қажеті жоқ. Оны үй жағдайында да арқаға жай аяқпен бастыртып жүргізуге болады. Бұндай массаж әдісінің жасалуы адам ағзасындағы ұйыған балтырдың буының қызметін жақсартады. Соның нәтижесінде құрысқан денеңіз жадырап, күнделікті сергек күйде жүресіз, және де көңіл-күй гормондары мен қан айналымы жақсара түседі екен. Массаж жүйке жүйесін тыныштандырады, қан айналымы мен лимфа айналымын жақсартады, бұлшықет ауырсуының жеңілдетеді және артрит, бұлшықет спазмы сияқты жағдайларда ауруды басқаруға көмектеседі. Егер сіз жылына бір рет массаж алатын болсаңыз, ол босаңсытып, бірақ бұлшықет шиеленісінің өмірлік мерзімін жоймайды. Әдетте аптасына бір рет немесе 2 рет сіздің бұлшықетінің жақсы және жақсы түрде ұстау үшін өте ыңғайлы. Егер сіз созылмалы ауруларды болсаңыз, немесе проблеманы шешуге арналған арнайы мәселе болса, сізге жақсы сезінгенше аптасына немесе тіпті аптасына 2 рет келуі мүмкін. Дегенмен, массажды арнайы біліктілігі бар оқыған маман жасауы шарт. Себебі бет алды уқалау оң нәтиже бермесі анық. Өйткені тек маман ғана қай жерде қандай нүктенің барын, оның қандай қызметі мен ерекшелігі барын біледі, және соны уқалау арқылы ауруды алдын алады немесе емдейді. Массаж алу да жас шамасына қарай отырып, массаж жасау техникалары таңдалады. Жалпы массажды туылған нәрестеден бастап, қарт жасындағы адамдарға да жасауға болады екен, егер де дәрігердің қарсы көрсетілімдері болмаса. Массажда онкологиялық, тері ауруы, жұқпа ауруларда, жоғары температурасы бар жүкті әйелдерге, тері ашық жаралары бар адамдарға жасауға тыйым салынады. Кішкентай балалар тез өсіп дамиды, сондықтан оларға қолдарына, аяғына
табанында орналасқан нүктелерге массаж жасауға кеңес беріледі. Егер де мойын бұлшықеттерінде қан айналымы бұзылса, оттегі жетіспей, қан қысымы көтерілсе, даму кезеңінде патологиялық өзгерістер кездессе, дәрігерге жүгініп, ем шараға массажды қосып, дәрі-дәрмек пен химиялық заттарды пайдаланбай-ақ массаждың көмегімен қалыпқа келтіруге болады екен. Адамның жасы үлкейген сайын организм әлсіреп, метаболизм баяулап, денесінде теріде әртүрлі патологиялық өзгерістер байқалады. Сондықтан үнемі күтім жасау, дұрыс тамақтану, дене шынықтырумен айналысу қажет. Массаж дене шынықтыруға, денсаулықты нығайтуға, аурулардың алдын алуға, оларды жеңуге қосымша көмек береді. Массаждың көмегімен әлсіздікті жеңіп, қатайған бұлшықеттерді босаңсытып, жүйке жүйені тыныштандырып, шлактардан, токсиндерден арылтуға болады екен. Массаждың мынандай әдістері бар. Бірінші, сипау, денені жылыту, қан тамырларына әсер ету. Екінші, ысқылау, денеге қан жүгірту, жүйке талшықтарына әсер ету. Үшінші, уқалау, бұлшық еттерді қыздыру, бұлшық етке әсер ету. Төртінші, вибрация, яғни шапалақтау арқылы жасалынады. Жалпы қай массаж түрін таңдасаңыз да, әр массаждың өз ерекшеліктері, жасау техникасы, организмге пайдасы өте зор. Жалпы қай массаж түрін таңдасаңыз да, әр массаждың өз ерекшеліктері, жасау техникасы, организмге пайдасы өте зор. Массаж ала отырып, денсаулықтарыңызды күтіп, әрқашанда сау, әдемі, бай, қуатты болып жүріңіздер. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.